Қайырлы күн, құрметті Күйгінгөл ауылдық округінің тұрғындары. Жаңа атап өткендей, 18 мамырға тағайындалған сіздің Күйгінгөл ауылдық округі әкімінің сайлауына қатысты бүгін дебатымызды бастағалы отырмыз. Дебатқа қатысу үшін сіздердің алдарыңызға 3 кандидатымыз да қатысып отыр. Атап айтсақ, Базарғалиева Әдемі Салауатқызы, Ғазезов Ұшқын Қайратұлы, Ушанов Сержан Серикович. Бұдан әрі дебат жалғастыру үшін сөз аудандық аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Бақтығалиев Алтай Бақтығалиұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Күйгінгөл ауылының тұрғындары. Жаңа айтып өткендей, енді үстіміздегі жылдың 18 мамыр күні Күйгінгөл ауылдық округі әкімінің сайлауы өтетін болып, 3 үміткер ұсынылып отыр. Бүгін сол кандидаттардың бағдарламаларын талқылау және өздеріңіздің алдарыңызда біліктіліктерін сынау мақсатында арнайы пікірсайыс өткізгелі отырмыз. Бүгінгі пікірсайысқа жергілікті қауымдастық өкілдері, қоғамдық ұйым өкілдері, ауыл тұрғындары, жастар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысуда. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, бүгінгі шарамыз Батыс Қазақстан облысының аумақтық сайлау комиссиясының Фейсбуктегі ресми парақшасы арқылы тікелей эфирде көрсетілуде. Олай болса, бүгінгі пікірсайысқа қатысайын деп отырған спикерлермен таныстырып, ортаға шақырайын. Күйгінгөл ауылдық округінің әкімі лауазымына үміткерлер: Базарғалиева Әдемі Салауатқызы, 1992 жылы дүниеге келген, Жәнібек ауданы әкім аппаратының бас маманы, Жәнібек ауылының тұрғыны, өзін өзі тұсынды. Қош келдіңіз. Келесі кандидатымыз Ғазезов Ұшқын Қайратұлы. Ұшқын Қайратұлы 1995 жылы дүниеге келген, Жәнібек ауданы әкім аппаратының бас инспекторы заңгерін қызметін атқарады. Жәнібек ауылының тұрғыны. Ұшқын Қайратұлы өзін өзі ұсыну арқылы бұл сайлауға түскелі тұр. Келесі кандидатымыз Ушанов Сержан Серикович, 1989 жылы дүниеге келген, Алма Розбаев атындағы негізгі орта мектебінің директоры қызметін бүгінгі күні атқаруда. Жәнібек ауылының тұрғыны, өзін өзі ұсыну арқылы сайлауға түскелі тұр. Келесі кезекте бүгінгі пікірсайыстың ережесімен таныстырып өтейін. Пікірсайысымыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде ауыл әкімі лауазымына үміткерлер сайлауалды бағдарламаларымен және өмірбаян деректерімен таныстырады. Екінші кезеңде кандидаттардың бір-біріне сауал қою арқылы азаматтық ұстаным мен түйінді мәселелерге көзқарастары белгілі болады. Және де үшінші кезеңде ауыл тұрғындарының сауалдарына жауап беріледі. Алдымен кандидаттардың сөйлеу ретін анықтауымыз қажет. Ол үшін жеребе тартуды ұсынамын. Шет жақтан Әдемі Салауатқызы, өзіңіз бастап суырсаңыз. Айта қойыңыз. Әдемі Салауатқызы біздер үшінші болып сөз сөйлейді. Ұшқын Қайратұлы. Ұшқын Қайратұлы біздерде екінші кезекте, және Сержан Серікұлы сізге үшінші сан бұйырып отыр. Бірінші саны түсіп отыр. Сондықтан да топты өзіңіз бастайсыңыздар. Келесі кезекте пікірсайысымызды бастамас бұрын күн тәртібін бекіте алуға рұқсат етіңіздер. Бірінші кезеңде үміткерлер өз бағдарламаларымен және өмірбаян деректермен таныстыру үшін 5 минут уақыты берілсін. Үшінші кезеңде кандидаттардың бір-біріне сұрақ қою кезеңі. Жалпы бұл кезең 15 минут беріледі. Әр кандидатқа 2 сұрақтан қоюға болады. Сұраққа берілген уақыт 1 минут, ал жауап беруге 3 минут уақыт беріледі. Және де үшінші кезең қатысушылардан қойылған сұрақтарға жауап беру 20 минут берілсін беруге. Сұрақ қою уақыты 1 минутқа дейін, жауап беру уақыты 3 минут аралығында. Құрметті бүгінгі пікірсайысқа қатысушылар, осы бүгінгі жұмысымыздың регламентін баршаңызда сақтауларыңызды сұраймын. Егер де жаңа айтылған ұсынысқа қарсы қалыс болмаса, бүгінгі күн тәртібіміз бекітілсін. Осыменен
Бірінші кезеңді бастайық. Әр кандидатқа сіздердің алдарыңызға өз бағдарламасын және өмірбаян деректерімен таныстыруға мүмкіндік береміз. Бағдарламасымен және өмірбаян деректерін таныстыруға әр кандидатқа жаңа айтқандай 5 минут уақыт беріледі. Сержан Серікұлы, кезек сізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті Күйенгіл ауылдық округінің тұрғындары. Менің есімім Кошанов Сержан Серікұлы. 1989 жылы 18 тамызда Жәнібек ауданы Жәнібек ауылында дүниеге келдім. Білімім жоғары. Батыс Қазақстан мемлекеттік Махамбет Өтемісов атындағы университетін тамамдап, география мамандығын алған болатынмын. 2010 жылы өз мамандығым бойынша бірінші мектеп лицейіне жұмысқа кіріскен болатын. Кейін аталған мектепте қосымша білім беру педагогы болып жұмыс істедім. 2017 жыл 2024 жыл аралығында Тайжарок мектебінің директоры лауазымын атқарған болатын. Биылғы оқу жылы 2024-2025 Алмаразбаев мектебінде жұмыс атқарып келем мектеп директоры лауазымында. Отбасымның жанұямда 2 қызы тәрбиелеп отырмын. Енді құрметті ауыл тұрғындары, сіздерге өзімнің бағдарламамды ұсынуға рұқсат етіңіздер. Егер де құрметті ауылдастар, сіздер қолдау тауып, сіздердің тарапыңыздан қолдау тауып, Күйенгіл ауылдық әкімі ретінде сайланатын болсам, бірінші кезекте өз білімімді, барлық тәжірибемді өздеріңізбен бірге ауылдың дамуына бағыттайтын боламын. Мемлекеттен бөлінетін түрлі бағдарламаларды ауыл тұрғындары арасында кеңінен түсіндіру бағытында жұмыстар жүргіземін. Ауыл ішінде жүргізіліп жатырған жол салу жұмыстарын бақылауда ұстап, оның мерзімді аяқталу бітуін қадағалаймын. Ауыл округінде өндірістік кооператив құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін жан-жақты өңдеуде мемлекеттік қолдаудың тиімділігін арттырамын. Мал азығына көкжылдық және суармалы шөптерді өсіруді ұйымдастырамын. Жастар арасында жалпы кәсіптік білімнің қажеттілігін түсіндіріп, жұмысшы мамандықтарға ерекше мән беремін. Жастармен үнемі жұмыс жүргізе отырып, ауылдың жастарын тұрақтануына жағдай жасаймын. Жасқайрат ауылында ауыз суды тұрғындарға күнделікті қолдану үшін сапасын жақсарту бағытында жұмыстарды жүргіземін. Өнеге, Құрсай, Көлтабан елді мекендерінде кірме жолдарына орта деңгейдегі жөндеу жұмыстарын жүргіземін. Рахмет. Рахмет, Сержан Серікұлы. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі пікірсайысымыздың бекітілген тақырыбы бар. Тақырыптың атауы Күйенгіл ауылдық округының әлеуметтік экономикалық дамуы. Осы тақырып барысында әңгіме қозғалады, қойылатын сұрақтарыңызда осы бағыт бойынша қойылса екен дейміз. Ұшқын Қайратұлы, өзіңізде сөз кезегі. Қайырлы күн, ауылдастар. Мен Жәнібек ауданы Күйенгіл ауылдық округі әкімінің кандидаты Ғазиз Ұшқын Қайратұлы. 1995 жылы 15 сәуірде дүниеге келген. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы Сайқын ауылында. Бесен ауылынан мектебімді бітіріп, Орал газ-мұнай салалық технология колледжінде ауыл шаруашылығы механикаландыру мамандығын, одан кейін Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінде құқықтану мамандығын тәмамдаған. Білімім жоғары. Еңбек жолымда 2015 жылы Батыс Қазақстан облысы және аудан әкімі аппаратында статист қызметінен бастадым. Одан кейін мемлекеттік қызметке өтіп, 2018 жылдан бастап 2020 жылға дейін аудан әкімі аппаратында түрлі қызметте, жаңа мемлекеттік қызметте болдым. 2020 жылдан 2023 жылға дейін аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінде бас маман қызметін атқарып, одан 2023 жылдан Тау ауылдық округінде азғантай тәжірибе жинап, ауылдық округі әкім аппаратының бас маманы қызметін атқарған болатынмын. Және қызметтік жағдаймен мына 23 жылдың қазіргі уақытқа дейін аудан әкім аппаратында бас инспектор заңгер қызметіндемін. Отбасылымын, 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырмын. Енді құрметті ауылдастар, мына кандидаттың сайлауалды бағдарламасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Егерде ауыл әкімі болып сайланған жағдайда ауыл тұрғындарының әлеуметтік деңгейін көтеруге күш-жігерімді жұмсай отырып, ауылдың шешілмей тұрған проблемаларын зерттеп,
олардың шешу жолын орындалу бойынша өз күш жігерімді салар едім. Бұдан бөлек мына негізгі әлеуметтік бағдарламалардың бағыттардың басымдылықтарының бірі тұрғындарды жұмыспен қамту, белсенді саясатын жүзеге асыру, яғни бұл ауылдың тұрғындарының жұмыссыздық мәселесін шешу. Ол бағытта жаңағы түрлі жұмыстар атқару жоспарында бар. Жаңа жұмыс орындарын ашу, кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыссыздықтардың жұмыспен тұрақты және нәтижелі қамтуды ұйымдастыру. Сонымен қатар ауыл тұрғындарының көзқарасын жеке кәсіпкерлік саласына қарай бұру, адамдарды өз-өзіне жұмыстануға ұмтылдыру бағытында жұмыстанып бағыттау. Және де ауыл тұрғындарын мемлекетімізде қабылданып жатырған жаңа бағдарламалармен үнемі таныстырып отыру және оларға қатысуға ықпал жасау, көмектесу. Сонымен қатар мына жастарды кәсіби оқу, қайта даярлау, біліктілігін арттыру секілді жұмыспен қамтудың белсенді шараларын тарту, халықты әлеуметтік жағынан әлсіз топтарды мүгедектерге қайырымдылық көмек көрсетуді үйлестіру. Және де Күйгінгөл ауылдық округіне қарасты елді мекендерді жаңағы Құрсай, Көлтабан, Өнеге, Жасқайрат елді мекендерін санитарлық тазалығын сақтау, жарықтандыру, ауылды абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізу, жаңа халықпен бірге жұмыстану сол бағытта. Сол осы қысқаша. Рахмет Шұқын Қайратұлы. Кезегі Әдемі Салауатқызы, сізде. Қайырлы күн, Күйгінгөл ауылдық округінің тұрғындары. Мен Күйгінгөл ауылдық округіне кандидат, есімім Базарғалиева Әдемі Салауатқызы. 1992 жылы 1 ақпанда Ағылба ауылдық округінде дүниеге келгенмін. 2009 жылы Хабиб Халилин атындағы орта мектепті аяқтап, сол жылы Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетіне топырақтану және агрохимия мамандығы бойынша оқуға түстім. 2013 жылы сол оқуды аяқтап, жоғары білімді 2013 жылы Ағылба ауылдық округі әкім аппаратына жастар тәжірибесі бойынша жаңа өттім. 2013-2014 жылдар аралығында Ағылба ауылдық округі әкім аппаратында статист болып қызмет атқардым. 2016-2020 жылдар аралығында Жақсыбай ауылдық округі әкім аппаратында бас маман қызметін атқардым. 2020-2021 жылдар аралығында Жәнібек ауданы әкім аппаратының бірыңғай кадр қызметінің бөлім басшысы қызметін атқардым. Және 2021 жылдан бастап күні бүгінге дейін Жәнібек ауданы әкім аппаратының құжаттамалық қамту және қаржы шаруашылық жұмыс бөлімінің бас маманы қызметін атқарып келемін. Отбасында бір қыз тәрбиелеп отырмын. Бағдарламамды айта кететін болсам, енді осыған дейінгі алған білімімді, күш жігерімді сала отырып, жаңағыдай ауылдың көркемдеуіне үлесімді қосам деп ойлаймын. Және де қоғамдық кеңес мүшелер арқылы, ардагерлер алқасы арқылы, ақсақалдар алқасы арқылы аналар кеңесі мен ақылдаса отырып, осында болатқан бүткіл жаңағыдай шараларды жүзеге асырамын деп ойлаймын. Атап айтсақ, жаңағы Күйгінгөл ауылдық округінің негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы деп есептеймін. Сол бағытта жұмыстанатын боламын. Және ауылда қоғамдық тәртіптің сақталуына қоғамдық тәртіптің сақталуын жаңағыдай бақылау жасап отырамын. Жұмыссыздықты азайту, аз қамтылған отбасылардың тұрмыс жағдайын жақсарту, көгалдандыру, абаттандыру, жаңа жарықтандыру жұмыстарын жүзеге асырамын. Яғни заң шеңбері аясында. Рахмет Әдемі Салауатқызы. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, кандидаттардың бағдарламасымен, осыған дейін атқарған қызметімен және олардың өмір жолымен таныстыңыздар. Ендігі кезекте кандидаттардың бір-біріне сұрақ жауап алмасуына көшейік. Құрметті кандидаттар, сіздер бір-біріңізге сұрақ қойып жауап беру керексіздер. Сұрақ қою уақыты жаңа айтып өткендей 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут, аралығы болуы бекітілді.
сұрақты жеке немесе екі кандидатқа ортақ жолдауға болатынын естеріңізге салып өтейін. Біздерде рет саны бойынша бірінші сержан Серікұлы, өзіңіз бастап сұрақ қоюыңызға болады. Кімге жолдағаныңызды атап өтсеңіз басында. Мен де жаңа Алтай Бақтығали осы айтып өткендей, екі кандидатқа бір сұрақ қойғалы отырмын. Бірдей сұрақ. Ауыл шаруашылығын дамытуда қандай шара атқарасыз? Жауап беремін. Рұқсат болса, сержан Серікұлы, сұрағыңызға рахмет. Енді жаңа айтып өткендей, жоғарыда 3 жылдай аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінде қызмет атқардым, 3 жылдай тәжірибе жинадым. Сол уақытта тоқтала кетсем, енді ауылда ең бастысы енді ауыл шаруашылығы бағытында еңбектеніп жатқан ауыл тұрғындары көп. Енді сол мал санын көбейту, ең бастысы оның сапалы мал санын көбейту бағытында жұмыстануға ұсыныс тастар едім. Және де осы мал бағу бағытында ең бастысы мал азығы, осы мал азығын қорын жинау, сол мал азығының жаңағыдай екпелі бағытқа көшуге ұсыныс беріп, қожалықтармен де, жаңа тұрғындармен де осы бағытта жұмыстануға ұсыныс тастар едім. Одан бөлек мемлекетімізден түрлі бөлініп жатқан қолдауларды іске асыру бағытында түсінік жұмыстарын толықтай жүргізіп, тиісті мекеме органдармен, тиісті мамандармен бірлесіп жұмыс атқарып, осы ауыл шаруашылығын ауылдың тынысы ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы деп ойлаймын, соны дамыту бойынша аянбай еңбек етемін деп ойлаймын. Рахмет. Әдемі Салауатқызы, сіздің жауабыңыз. Жаңа мал басын көбейтуге түрлі бағытта микрокредиттер, жаңағыдай субсидиялар алуға көмектесем, жәрдемдесем, және ауыл шаруашылық техникаларын тоже алуға жәрдемдесем. Сұрағыңыз бар ма тағы? Сержан Серікұлы. Жоқ. Жақсы, келесі сұрақтың кезегі Ұшқын Қайратұлы, өзіңізде. Мен сұрағым сержан Серікұлына. Біз аудан өкім аппаратында қызмет атқарғасын, ауданда болып жатқан, ауылдық округтерде болып жатқан тыныс-тіршіліктерден шет жағдай хабардармыз. Соның бірі мына Күйгінкөл ауылдық округінен өзім тікелей жұмыстанбағанмен де шет жағасын естіп отырған бір жайт бар еді, соны сұрақ кеткім келеді. Сержан Серікұлы, мына ауылдық Жасқарат ауылдығындағы мектептің жұмысына ауыл тұрғындарынан наразылық көптеп түсуде. Сол жұмысының реттілігін жағынан қандай қызметтер атқарар едіңіз? Сол жағын айта кетсеңіз. Сұрақ түсінікті ма, Сержан Серікұлы? Иә, түсінікті. Сұрағыңызға рахмет. Енді құрметті жиынға қатысушылар, мен жаңа өз өмірбаянымда айтып кеткендей, 15 жылдан астам білім саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Енді мұндай жағдай орын алып отқан соң, біріншісі бастысы мектеп әкімшілігін, мектеп ұжымымен ақылдасып, біріншіден сараптама жұмыстарын жүргізіп, неге мұндай жағдай орын алып отқанын анықтап білу. Екінші кезекте бұл мәселемен аудан орталығындағы аудандық білім беру бөлімімен әдістемелік кабинетімен бірге ақылдаса отырып, кем тұстарды анықталғаннан кейін жаңағыдай шешу жолдарын табу. Яғни ең бірінші сараптамалық жұмыс жүргіземін. Кейін сосын кем тұстарды анықтағаннан кейін осы кем тұстарды қалай шешу керек екенін шешімдер қабылдаймын. Осы жауап. Ұшқын Ғазезұлы, сұрағыңыз бар ма тағы? Әдемі Серікқызына сұрақ жоқ қой. Жақсы, әдемі Салауатқызы, өзіңіздің кезегіңіз. Сұрағым сержан Серікұлына. 12 елді мекенде ФАПта фельдшер жоқ дейді. Сол жағын қалай шешер едіңіз? Әкім болып сайланған жағдайда. Енді бұл мәселені дейтін аудандық ауруханаға, сәулем қоятынаға мен жалпы денсаулық саласы бойынша кіріп жолып шыққан едім. Медпункттар туралы, фельдшерлар туралы, жалпы жағдай туралы мен де хабардармын. Жаңағыдай осы уақытқа дейін атқарып келген фельдшер декреттік демалысқа шығып, әзірге дейді бұл жұмыс орны бос екенін
Сәуле Мағауятовна енді мені сендіріп жауап берді. Бұйырса маманды күтіп отқанын, жас жігіт келеді деді, 98 жылғы. Солны сендіріп отыр, енді Сәуле Мағауятовна бұйырса келеді деп. Енді бұл кісінің сөзіне сенуге болады деп ойлаймын. Күтеміз. Әдемі Салауатқызы, сұрағыңыз бар ма тағы? Ұшқын Қайратұлына. Ұшқын Қайратұлына сұрағым бар. Ұшқын Қайратұлы, егер әкім болып сайланған жағдайда, жаңағы жастардың мәртебесін қалай көтересіз, жұмысқа қалай орналастырасыз, қандай шаралар атқарасыз? Әдемі Салауатқызы, рахмет сұрағыңызға. Жастарға тоқталатын болсақ, өзіміз де жаспыз, бір буын замандаспыз, сол себептен бірге қатарласып жұмыстанамыз деген ойдамын. Олардың бірі енді ең бірінші бастап айта кететін, жас маман келген жағдайда соған қолдау ретінде мемлекеттік бағдарламалар бар. Солар бойынша жұмыстану, ол жаңағы жастар тәжірибесі, одан бөлек алғашқы жұмыс орны, сол сияқты бағытта бірінші бағдар беріп сол жол бойынша жұмыстанамыз. Одан бөлек те мына біліктілігін арттыру, қайта даярлық, одан кейінгі жас буындарға біліктілігін арттыру, қайта даярлау бойынша оқу орындарға сөйлесіп, сол бағытта жұмыстанып, және де кәсіптік бағытында мына ауыл аманаты сияқты микрокредиттік бағдарламаларды пайдалану бағытында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жастардың қоғаммен етене араласып, қандай да бір жұмыстан тоқталмай бірге жұмыстануына күш-жігер жұмсалатын болады. Рахмет. Әдемі Салауатқызы, сұрағыңыз бар ма тағы? Құрметті пікірсайысқа қатысушы кандидаттар, сұрақтарыңыз бола ма қосымша? Жақсы, сұрақ жоқ болса, құрметті ауыл тұрғындары, енді кезекте кандидаттарға өз сұрақтарыңызды қоя аласыңыздар. Керемет мүмкіндік. Сайлауға түсіп жатқан 3 кандидат алдарыңызға келіп отыр. Өз ауыздарыңызбен сұрақ қоюға мүмкіндік бар. Сұрақтың бағыты сайлау алды бағдарламалар аясында және сайлауды пікірсайыс тақырыбына сәйкес ауылды дамыту және өзге де өзекті мәселелер бойынша болу керек. Сұрақ қою уақыты, құрметті пікірсайысқа қатысушылар, естеріңізге салайын, 1 минутке дейін. Жауап беру уақыты, құрметті кандидаттар, 3 минут болып бекітіледі. Соны есіңізге салайын. Сұрақты жеке кандидатқа немесе жалпы барлық кандидатқа арнап жолдауға болады. Енді бұл жерде айта кететін бір ескертпе бар. Сұрақтар кандидаттардың жеке өміріне қатысты болмаған абзал және ар намысына тиетін іс-әрекет жасалмауы, сөйлеу мәдениетіне жат сөздер қолданылмауы тиіс екенін, қоғамдық орта әдеби сақтау керектігін ескертемін. Құрметті халайық, бұл лауазымды тұлғалардың немесе әкімдердің есепті кездесуі емес, сондықтан сұрақтарыңыздың бүгінгі пікірсайыс тақырыбы шеңберінде болуы шарт. Олай болса, сөз кезегі өздеріңізде. Сұрақ қоямыз деуіңіз болса, орындарыңыздан тұрып, өздеріңізді таныстырып, сұрақты кімге арнағанын атап, сұрағыңызды қояңыз. Естеріңізге сала өтейін, тікелей эфир жүріп жатыр, сондықтан да көрінуіңіз керек. Орындарыңыздан тұруыңыз сұраймын. Сұрақ берген азамат. Зейнол аға, Борынбай аға, жастар, кел, қош келдің. Микрофонға айтам. Дауыстарыңызды шығарыңыздар, өзіңізді таныстырыңыз. Ассалаумалейкум ауылдастар. Мен осы ауылда тұрған Рамазан Серғазы Құрманғазыұлы. 93 жылғын. Қазіргі уақытта сержан Серікұлы дедіңіз бе? Сол кісіге сұрағым бар. Жаңа сіз енді ауылға Алла-амандығын беріп әкім болып жатқан жағдайда жолдың мәселесін айтып отырсыз. Сіз енді судың да мәселесі бар мына жерде. Мен өзім ақылы қоғамдық жұмыс бабымен суда тұрақты жұмыс емес, енді суда қосып айырып жұмыс жасап жүрмін. Қазіргі уақытта су дейтін екі ортада тұр, былайда былай жоқ, ауада есебінде ғой, акиматта да емес, қолға алынған жоқ. Сол себепті суға қазіргі уақытта көп нәрсе жетіспейді, ащы жаңағы тұз бағытынан, ертең тұз болмай қалса давление болмай қалады, ауылда су болмай қалады деген нәрселер. Сосын суды бөгеттен ішілмейді деп жатыр да бізде. Өзіміз ауылдан бөгеттен ішіп отырған суымыз мынау. Ол су сол жерден ішілмейді дейді. Бағана сестен келіп кеткен кісілерден сөйлескен әңгімелеріміз бар. Соны қалай шешесіз деп сізден. Сіз сұрағыңызды сержан Серікұлына қойып Иә, отырсыз. сол кісіге. Нақты да? Нақты сол кісіге қойып. Түсінікті ма сұрақ сержан Серікұлы? Жақсы, рахмет. Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Енді бірінші
жаңа ауыз су мәселесін айтып жатсыз ғой, нақты Жасқайрат ауылындағы, иә, дұрыс түсінетін болсам. Мен өзім сол краннан ішіп көрдім, арнайы, себебі дейтін бағдарламаға енгізгесін. Жасырмай айтайын, судың дейтін дәмін байқаған жоқпын енді. Бірақ та енді мұндай проблема бұрыннан бар деп естіп келем, себебі дейтін фильтрлар қойды, алайда дейтін судың сапасы дейтін артып кеткен жоқ деп. Енді нақты қандай жұмыстар атқаратын болсам, біріншіден сараптамалық комиссияға жіберем ба деп отырмын, жаңағы судың дейтін сапасын ішуге жарамды, не жарамсыз екенін. Себебі дейтін нақты санмен айтқан кезде дұрысы, бұрысы сол кезде анықталады. Және де кейін сосын аудан әкімдігімен ақылдаса отырып, нақты қандай қадамдар қабылдайтынбыз. Себебі бұл мәселе, судың мәселесі қаражат талап ететін тұстары болады. Яғни оның фильтрін ауыстыру керек па, әлде дейтін басқа жолдары бар ма шешетін, яғни басқа жерден су тарту мәселесі дегендей. Себебі тап осы мәселе жалпы округтағы елді мекеннің барлығында қозғалып келеді. Құрсай, Өнеге, Көлтабанның барлығында да. Жаңа судың сапасыздығы. Яғни нақты айтатын болсам, бірінші сараптама, екінші сосын соның нәтижесі бойынша әрекеттер. Яғни фильтрді ауыстыру, немесе ұсыныстар жіберу құзырлы органдарға, қаражат бөлу бойынша, немесе дейтін басқа жұмыстар атқару бойынша. Сержан Серікұлы, жауабыңызға, нақты жауабыңызға рахмет. Бірақ енді бұйырса деген сөз айтып қойыңыз анда-санда. Жақсы ма? Тағы келесі сұрақ берушілер бар ма? Белсенді болайық, құрметті ауыл тұрғындары. Бұндай шаралар күнде бола бермейді. Жансерік, Өнеге ауылынан да. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Мен арада 3 кандидатқа да қойғым келіп тұр. Жаңа Өнеге ауылына деген фельдшер келеді деп отырсыздар ғой. Сол фельдшерге тұратын жер керек негізінде бар ғой. Потому что деген түнде вызовқа шақырсаң, жаңа бізде болған Гүлмаржан Тайғарада тұрады ғой. Соны шақыру қиын болады бізге шыны керек. Сол жайды айтып жүрсеңіздер, қандай шара қолданасыздар? Кездегімен жауап берейік, біздерде бірінші өзіңіз жауап берейік. Сұрағыңызға рахмет. Жаңа ғана бұл сұраққа мен жауап берген болатынмын. Нақты айтқанда, тұрғын үй мәселесі бойынша мен ол жас маманды өзім танып білмейді екенмін. Ол қазір дейтін қалада жұмыс жасап, отработка дейді ғой, соны дейтін аяқтап, бұйырса келеді дейді. Негізі сол Өнегенікі дейді. Сәулем Ауятын сөзі бойынша. Ертең келіп сонда тұрады дейді. Жалпы Сәулем Ауятын сөндірген, мен енді ол жас маманды білмегесін, қазір сізге дейтін атын атап түсін түс деп айта алмай отырмын. Жалпы сол ауылдың елді мекенінің тұрғыны. Так, Ұшқын Қайратұлы. Енді Сержан Серікұлы жауап беруін ойлаймын. Енді өз тарапынан айтсам, енді егер де жас маман болған жағдайда мемлекеттің тарапынан бағдарламалар бар ғой, жаңағы сатылатын үй болған жағдайда дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы үй алатын да жағдайлар бар. Сондай бағытын қарастырып көреміз ғой, егер мүмкін болғанда. Әдем Салауатқызы, сізге де бұл сұрақ. Әріптестермен келсем дейді Жансерік. Жауапқа қанағатсыз ба? Келесі сұрақ, құрметті ауылдастар. Қойайық. Бұрынбай аға, шаруа қожалық араларында мәселе жоқ па? Қойыңыз шеші, сосын сізге айтып отырмын, өзіңіз боласыз. Ана записке жүріп жатыр Бұрынбай аға. Енді қалай деп айтамыз енді, рахмет, олға енді келген деп айтсыз енді, кім болса да біреуді сайлаймыз ғой. Бірақ енді қожалықтың атынан енді біздер айтатынбыз. Не айтайын деп қалдым уже. Енді бізге еліміз тыныш болсын. Жаңа айттым енді ауылымыз. Аудан бойынша ең бір жақсы округтердің бірі. Жолдың бойында Бұрынбай, Орал мен Екортағы Жәнібек, Екортағы жол жоқ деп айтатын едік, жолымыз керемет. Енді ауылдың ішін асфальт төселіп жатыр. Ол да бір жақсы жаңалық керемет. Енді бұл ауылға келген әкім ешқандай өкінбейтін бар ойлаймын. Енді жаңа шаруашылық жөнінде айтсақ, енді қожалық ретінде мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы аудан бойынша үлкен бір қожалықтардың бірі. Округ келетін. Малы көп, Өткештер ауыл. Сондықтан да кім келсе енді өкінбейсіз, тек елімізді алға сөйлесеңіз болды. Кім де болса да. Ауылдың тазалығы, ауылдың жақсылығы, алға сөйлеуі енді басшыларға байланысты. Сондықтан да сәттілік тілеймін.
Рахмет. Бұрынбай ағай енді сайланғаннан кейін нақты сайланған әкімнің алдына барып мәселесін айтарын деп отыр. Әзірге өзінің тілегін білдіріп отыр сізге. Рахмет Бұрынбай аға. Тағы кімдер сұрақ қоюшылар бар ма? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Күйінгүл ауылының тұрғындары, кандидаттарға сәттілік. Менің аты жөнім Мәлік Банишев Серік Қарайұлы боламын. Мына 3 кандидатқа қоятын сұрағым. Мына ауылда жайылымдық жер киіктің естіп біліп жатсыздар ғой баршаңыздар. Киіктің мәселесі. Соны сол жағында не айтасыздар? Сұрақты кімге арнап жатсыз? 3 кандидатқа да арнап жатыр. Киіктің мәселесін. Сержан Жайылымдық жерге қиын, ауылда шаруашылықтарға, былай қарапайым адамға. Рахмет Мәлік мырза сұрағыңызға. Жалпы енді киіктің мәселесі соңғы кезде өте өзекті болып отыр, және де бұқаралық ақпарат құралдарында дейтін ашық талқыланып жатыр. Бұл мәселе енді республика деңгейінде талқыланып жатыр, облыс деңгейінде қаралып жатыр. Көптеген мамандар келіп зерттеу жұмыстарын да жүргізді. Алайда енді нақты әзірге киікке қатысты шаралар әзірге айта алмаймын. Алайда ол жаңағы қызыл кітапта енген соң енді киікті қууға болмайды тағы да, немесе дейтін оның атуға да болмайды. Сол себептен енді қызыл кітап даланың сәні деп сөйтіп түсінеміз әзірге. Шын Қайратұлы. Сұрағыңызға рахмет. Киік мәселесі жаңа Сержан Серіков айтқанда республика көлемінде көтеріліп жатыр. Дегенмен де өз тарапынан енді тиісті жұмыстарды қолға алуға болады. Айта кетсек, жаңағы түрлі органдарға, басшылықтарға хат жолдау мәселесі ғой біздің тараптан әзірге шешілетін. Егер сол қолдау тауып шешіліп жатса, ары қарай мәні болады деген ойдамын. Әдемі Салауатқызы. Жақсы, түсінікті. Тағы сұрақтар бола ма? Мәселеден мәселе туындайды дейді. Бәркім біреудің ойларына тағы мәселелер түсіп жатқан болар. Сіз айтуыңыз керек қой. Айтты ма? Естімеппіз, кешірерсіз. Айтпаған сияқты бәсе. Сұрақтарыңыз, қойыңыз сұрағыңызды жақсы. Микрофонға айтыңыз. Есімім Жаңылсын Темешева. Мамандығым ұстаз. Осы елде 34 жыл еңбек стажым бар. Еңбек еттім. Ауыл әкімі болды. Иә, қазір пенсионерім. Менің айтайын дегенім, жаңа киік жөнінде айтып кетті, мен бұралқы иттер жөнінде айтқым келген. Осында аудан әкімі келгенде де талай осы сұрақтар жөнінде қойып едім. Ол уақытта иттерді атуға болмайды, кастрация дейді ме, бірдеме жасату керек дейді. Ол қай итті кім ұстап алып ондай жағдайға ұшыратады? Сондықтан атуға бір рұқсат беріле ме, жоқ па? Егер келіп атқан жағдайда осы мәселені қалай шешесіздер? Одан кейін ауыл әкімі болып келгеннен кейін енді отбасылар жолдастарыңыздың қандай қызмет атқаратынын айтқан жоқсыздар. Егер отбасыларыңызбен осы Күйгенкөл ауылына көшіп келесіздер ме? Үшінші сұрағым, жаңағы бізде ішкі істер бөлімінен енді полиция дейді ғой, ауылымызға келіп қызмет жасап жатқан балалар бар, бірінен соң бірі келіп ауысып жатыр. Бірақ тұрақты келіп мұнда ауылда тұрып жатқан жоқ, келіп кетіп жасайды жұмысты. Сол мәселелер жөнінде тұрақты осы ауылда тұрып істейтін кісі керек бізге. Сосын заңсыз арақ сататындарға қандай шара қолданар едіңіз, олармен қалай күресер едіңіз дейді. Сұрақ үшеуіне де арнаңыз ба әлде? Төртеуіне де, 4 сұрағым бар, үшеуіңізге де. Мен қатыспаймын сұраққа, жауап бермей. Үшеуі дейді. Так, құрметті кандидаттар, сұрақ көп, 4 сұрақ қойып отыр. Уақытыңыз аз. Нақты да, қысқа да жауап беріңіз. Рахмет сұрағыңызға. Бірінші енді бұралқы итке қатысты. Біріншіден иттерді ұстағаннан кейін, ол енді даладан келген ит емес, осы ауылда дейтін жаңағы иесі бар иттер. Кейін сосын жаңағыдай қаралмай шығып кетіп, немесе дейтін қажеттілік болмағасын қаңғып жүрген иттер. Яғни дейтін итті үйде ұстаған соң байлап ұстау керек дұрыстап. Енді дейтін бұралқы ит болғаннан кейін, оны жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, оларды дейтін атуға болмайды, оларды дейтін ұстау керек. Яғни оның дейтін өзінің тәртібі бар заң аясында. Заң аясында тәртібі бар, ол итті ұстап, жаңағыдай сосын
өзінің несі бар, процедурасы бар өзінің, иә, кейін сосын дейтін жіберіледі. Яғни дейтін саны көп емес үшін дегендей. Ол итке қатысты. Енді жаңа мында келіп тұрақты көшіп келу мәселесі да, жаңа айтқаныңыз. Мен енді қазір жасыратыным жоқ, тұрғын үй мәселесін қазір өзім қарап жатырмын, қайда тұратынымды. Неге десеңіз, Роберт Галемович және Алия Болатовна тұрған үй әзірге тұруға сәл жарамсыз. Яғни дейтін тұрғын үй мәселесі шешіліп жатса, мен өз басым мында көшіп келем деп отырмын. Яғни дейтін кешке қарай кетіп, таңертең келіп олай жұмыс жасамаймын. Оны дейтін басын ашып айтайын осы жерден. Енді келесі сұрағыңыз жаңа Арақ сату мәселесі. Арақ сату мәселесі. Біздіңше жаңағыда дейтін участковый полицию учаскелік инспектор деп отырсыз ғой. Осында мен қателеспесем, қазір Айдарбек деген жігіт жұмыс атқарып келеді. Ол квартира снимать етіп жатқан сияқты мен білсем. Яғни ол квартира снимать етіп жатса, енді тұрақты деп айтуға болады деп ойлаймын. Бірақ та қазір ол отпуск деп керек еңбек демалысында. Және де ол жаңағы заңсыз арақ сату мәселесін қолға алып жұмысты бастап кеткен. Сол кезде жаңағыдай бұл жұмыс жақсы бағытқа қойылып, жұмыс жасалып келген. Алайда мына еңбек демалысына кеткен кезде қайтан бұл жұмыс жаңағыдай сатылым қайтан дейтін басталып кетіпті. Яғни бұл сұрағыңызға нақты жауап берейін. Учаскелік полиция инспекторымен бірге отырып, біріншіден анықтап, қаржы саласымен дейтін түсіндіріп айтып, яғни дейтін ол сатылым заңсыз болып есептеледі. Яғни ИП болып ешқайда тіркелмегесін, лицензия ешқандай болмағасын, оны сатуға болмайды. Яғни ол заңсыз болып танылады. Енді заңсыз болып танылғасын, ол міндетті түрде заң аясында кейін әрекеттер жасалады. Яғни айыппұлдар салынады, немесе басқа да әрекеттер жасалады. Рахмет. Шын Қайратұлы, жауабыңыз қысқадан нұсқа. Рұқсат болсаңыз, бірінші сұрағымыз жаңа бұралқы иттері бойынша болды ғой. Ол бойынша жаңа Сержан Серікұлы айтқандай, өзінің атуға рұқсат етілмегесін, өзінің тиісті жүргізілетін процедурасы бар, тәртібі бар. Сол тәртібі шеңберінде жұмыстанатын боламыз. Ол деген жергілікті ветеринарлық мамандардың көмегімен, солардың тікелей солардың жұмысымен бірге бірлесіп атқарылатын жұмыс деп ойлаймын. Сол бағытта өзінің тиісті деңгейде, тиісті өз құзыретін шегінде жұмыстанатын ойлаймын. Екінші сұрақ енді көшіп келумен Ол бөлек сұрақ Жансыл апа. Жаңа сұрағын айтып тастасын. Одан қоса айтып кетейін, жаңа ол бұралқы ит дегеннің өзінде де ол иттің негізінде ауылда енді ит өзімен өзі өсіп жатқан жоқ. Ол иттің бірінші иесі, бірінші ең бастапқы иесі бар ғой, сол жағында да иесімен де келісіп, ары қарай оны көму я жою бойынша да иесінің тіке өзінің өтінішімен де мүмкіншіліктерін қарастыруға болады. Содан кейін екінші сұраққа көшсем, рұқсат болса, мен отбасылымын деп айттым. Жолдасым жұмыссыз, менде ешқандай кедергі жоқ. Бері қарай келуге қарсылығым жоқ. Ең басты жаңа айтқандай, үйдің мәселесі, үй шешілген жағдайда қарсылығым жоқ ешқандай. Үшінші сұрағыңыз учаскелік инспектор. Учаскелік инспектор бойынша ойында ең басты біздің тараптан олардың басшыларына тікелей ұсыныс хат ретінде жұмыстанамыз. Егер солай шешімін таппаса, енді басқа да бағыттарын жаңағыдай келісу, жаңағыдай үй проблема болса үйін шешу бағытында солай жұмыстанатын боламыз. Төртінші, ішімдік сату рейд жүргізу керек. Рейд арқылы анықтап, точкілерді сол бойынша спиртті өнім сатуға лицензия беріледі. Сол лицензияның бар жоғын анықтап, жоқ болса, онда тиісті деңгейде жұмыстарын атқарып, айыппұлын төлетіп, жаптыру бағытында жұмыстар атқаратын боламыз. Рахмет. Әдемі Салауат қызы. Бірінші сұрағыңыз бұралқы иттер бойынша, жаңа жеке тұрғындардың бәрімен сөйлесіп, жаңағы қаңғып жүрген иттер бойынша ауылдағы вет фельдшер, жаңа аудандағы вет станциясымен бірлесе отырып жұмыстар атқарамыз, егер салынған жағдайда. Екінші сұрағыңыз ішімдік мәселесі бойынша, жаңа точкілерге кім арақ сатып отыр, сол бойынша комиссия құрап шығарып, учаскелік полиция инспекторымен жұмыстанып, салық органдарына беріп, жаңағыдай жапқызу керек точкаларын.
Отбасы жөнінде. Отбасылық жағда ешқандай көшпелі ешқандай кедергі жоқ, келем егер өткен Полиция жағдай. инспекторының мәселесі. Полиция инспекторының үйі Үй, тұрақтану. тұрақтану бойынша енді ауылда жаңа сержант Серікұлы айтып отыр ғой, үй жоқ, тапшы деп қызметтік үй. Сол себептен аудан әкіміне хат жазып, жаңа осының шешілуіне жәрдемдесемін. Рахмет, керемет сұраққа керемет жауаптар болды. Құрметті ауылдастар, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Боранбайға. Боранбайға микрофонға айта қойыңыз. Міне аңыз. Үшеуіне де байланысты болсын. Үй мәселесі деп жатсыз ғой. Қазір новойжан үй салынады. Үйдің қазір құны қанша? Ауылда қазір керемет үйлер сатылып жатыр. Солар алып бермеске, жеңілді бағаға. Ана үйлердің қазір үйі бар, көкнесі бар, қорасы бар, моншасы бәрі бар, дайын үйлер ғой. Осы ауылда сатылатын керемет үйлер бар. Бұл ондай проблема емес қой деген енді. Ана үйге былтыр 21 миллионға салынса, 400 миллион үйлер ауылда толып тұр. Керемет үйлер. Міне жаңа сапар жасайын деп отыр, міне мейрам жасайын деп отыр. Көп жасады үйлер. Бұл енді Боранбай аға, ол бұлардың құзыретіндегі мәселе емес шығар. Енді ауыл әкімі болса сұрау керек қой жаңа. Участковыйға сұрау керек. Ал Боранбай неге салдырып бермесе, неге алып бере қоймасқа? Сонымен енді бюджет ақша жоқ емес қой. Бұл сұрағыңыз ғой қой. Сұрағым ғой соны үй мәселесі жөнінде. Үй жоқ қоясыз ғой енді. Бересіз бе? Әдемі Салатқызы, беремін. Бұл бойынша жаңа жұмыстануға болады. Ең алдымен жаңа үй деген 50 жылға толмаған болу керек. Жаңа саман тастан болмау керек жаңа үй деген. Жаңа программамен аудандық қаржы бөлімі арқылы осындай жаңа біз сияқты жұмыс істеп келген жастарға үйді ұйымдастыруға болады. Яғни өзінің талаптары бар болып тұр ғой Боранбай аға. Кез келген үйді алуға ақша бөлінбейді. Бұл мәселе енді ертең бұйырса әкімдердің сайлағаннан кейін шешілетін болар деп есептеймін. Енді әкім үйсіз болмайды, міндетті түрде үй алынады. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, құрметті ауылдастар? Мен сұрағым бар еді, қойып жіберейін. Мына қазір уақытта судың мәселесі болған жаңа айтқан әңгімемен суға түсіп тұрған Бөтен ауылдың, мына Бесен ауылынан келіп тұрған Ерқанат Аронұлы дейді. Сол кісінің мың бастап жылқысы жаздайыққа судың қабырғасында тұрады. Ауылдың азаматтарының жерлері де бар, ол жерден шөп шабайын десе, шөбінде жайылысында дым жоқ. Осы Боранбай ағаның інісі Марат ағаның жері бар, бірақ баласы дейтін шөпті сатып алып отырды. Шабайын десе жерінде дым жоқ, жаңа Арон дейтін кісінің жылқысы дейтін. Жер сіздердікі да? Жер ауылдың жері. Егер ауылдық жердің жері болса, егер де жаңа полиция инспекторымен жұмыстанып, оны жаңа жақында салынды, мал қамайтын орын салынды, бірақ мал қамап отқан көрінген жоқ ішінде. Оны кім айдап келіп қамайды? Қандай нәрсе? Есіміңіз кім еді сіздің? Серғазы есімі. Серғазы, жаңа басында ескерттік, бұл ауыл әкімінің есептік беру кездесуі емес, бұл сайлауалды үгіт насихат пікір сайысы. Сондықтан да бұл әкімдер енді сіз егер де әкім болып сайлансаңыз, қандай шаралар қабылдар едіңіз? Қысқа жөнінде айта келіңізші. Сіз әлі сайланған жоқсыз ғой, нақты шара қабылдай алмайсыңыз. Қандай шешу жолдары бар, Ұшқын Қайратұлы? Рұқсат болса, бұл сұрақ бойынша жаңағы жергілікті ветврачпен жаңа чиптеу арқылы жылқылардың мойнында чип болады, сол арқылы иесін анықтап, соған айыппұл салынады. Айыппұл салынғанға дейін өзінің бір тиісті несі бар, тәртібі бар. Мына жергілікті атқарушы органмен, ветврачпен, участковыймен бірлесіп жаңағы уақытша мал ұстау орны бар. Соған мал ұстау уақытша жаңа иесі анықтағанша, иесі келіп тапқанша, сол жерде малын ұстап, ары қарай айыппұл төленіп, айыппұл салынып, ескерту берілетін болады. Сондай бағытта жұмысталынады. Атқарар едім дейсіз ғой, солай болса. Егер болған жағдайда солай жұмысталынады. Оның бір жұмадап тұрып қалатын болса, жұрттың малына кім оның шөбін? Жоқ, ол жұмалап тұрып қалғанда мына уақытша мал қамау орнының келісім шарты бар, жергілікті кәсіпкермен жаңағыдай күтіп ұстауға деген. Соның тарапымен, соның бағытымен ары қарай оны күтіп ұстап, малды оның қоса жаңа мал қамау орнын күтіп ұстай алады. Рахмет. Сержант Серікұлы, әдемі Салатқызы, жауаптарыңыз бар ма? Сөйлейсіз бе? Осы мәселе бойынша. Толыққанды жауап береді, жауапқа қосыламыз дейді. Құрметті ауылдастар, сұрақтарыңыз
Сұрақтар болмаса, құрметті пікірсайысқа қатысушылар, тағы да естеріңізге сала кетейін, бүгінгі шарамыз тікелей эфир арқылы Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының Facebook парақшасы арқылы тікелей эфирде көрсетілуде. Енді құрметті кандидаттар, белгіленген 3 кезеңнен де өттік. Енді кезекте осы сәтті пайдалана отырып, сайлаушыларға қандай үндеу жасар едіңіз? Қысқа да нұсқа 1 минутқа сыйып, өз үндеулеріңізді айтып өтсеңіздер, рет саны бойынша. Сержан Серікұлы. Рахмет. Құрметті ауылдық округ тұрғындары, жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, мен өзімнің білімімді, біліктілігімді, тәжірибемді, осы тәжірибемді пайдалана отырып, жаңа аталған бағдарламадағы тақырыптарға қол жеткізу үшін сіздермен бірге жұмыла, себебі көпті көрген көл дейді, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, сіздермен бірге жұмыла, осы мақсаттарға жетем деп сенемін. 18 күні сайлауға баршаңызды келіп, белсенділік танытып, қатысуларыңызға шақырам, маған дауыс беруге шақырам. Рахмет. Ұшқын Қайратұлы. Құрметті Күйгінгүл округінің тұрғындары, баршаңызды өз жеке позицияңызды көрсете біліп, өз таңдауларыңызды жасап, 18 мамыр күні сайлауға келуге шақырамын. Маған дауыс беруіңізді сұраймын. Әдемі Салауатқызы. Құрметті ауыл тұрғындары, барлығыңызға рахмет. Осылай бізді мән беріп тыңдап жатқандарыңызға. 18 мамыр күні жаңа сайлау болады, сонда менің кандидатурамды қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Құрметті жиынға қатысушылар, осыменен біздің сайлауалды пікірсайысымыз өз мәресіне жетті. Сұрақ қойып, белсенді араласқан ауыл тұрғындарына рахмет айтамыз, кандидаттарға сәттілік тілейміз. Баршаңызды да Күйгінгөл ауылдық округінің әкімін сайлауға белсене қатысып, азаматтық ұстанымдарыңызды білдіреді деп сенеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.